Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін орам жапырақпен голубцы жасаймыз. Бұл рецепті бойынша жасап көруге кеңес берем. Өте дәмді. Бізге қажетті ингредиенттер: тартылған ет, күріш, тұз, бұрыш, картоп, сәбіз, укроп және орам жапырақтар қажет. Ең алдымен капустамызды қайнап тұрған суға салып жібітіп аламыз. Мінекей капустамыз дайын болды. Енді астыңғы бөлігін кесіп аламыз. Кесіп қоясыздар. Және осылай бір-бірден бөліктерін аламыз. Салмасын дайындап аламыз. Салмасына тартылған ет, күрішті екеуін, тұз, бұрышымды алдын ала қосып қойдым. Араластырамыз. Және ішіне укроп турап салып жібереміз. Барлығын дайындалдық. Енді голубцаларымызды жасауға кірісеміз. Голубцаларымыз осылай дайын болды. Енді ыдысқа орналастырамыз.
бір қасық томат алып, үстіне тұз, бұрыш салып, және қайнаған ыстық су құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және голубцамызды үстіне құямыз. Голубцалар батырып тұратын қылып, толтырып су құясыз. Және қызып тұрған пешке қойып 40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей голубцаларымыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.